Қазақ қыз әлемде әлі ешкім орындамаған трюк жасамақ. Жүрек жұтқан бойжеткен Segway дейтін құрылғыға өзі ғана мініп қоймай, әріптесін асқан сақтықпен жоғары көтеріп жүрмек. Кез келген адамның қолынан келе бермейтін әрекеттер жасап, ат құлағында ойнайтын аруларымыз неге мұндай мамандыққа құштар? Өздері нәзік болса да, батылдықтары ер адамдардан кем түспейтін нәзік жандармен тілдесіп қайтқан тілшіміз Нағашыбек Алданның материалы. Қойылымы былай тұрсын, жаттығуының өзі денеңді шымырлатып, таңдай қақтыратын цирк өнері талай жанға шаттық сыйлап келеді. Алайда жұрт алдында ылғи да жымиып жүретін бұл мамандықтың қызығы мен шыжығы толып жатыр. Оған бір ғана дайындық кезінде көзіміз жетті. Шығардың алдына біз капотты тазалаймыз. Мына жердің аяғын тазалаймыз. Полностью арт жағын, гривасын бәрін тап-таза қылып шығарып, сосын бастаймыз жұмысты. Жансира ат құлағында ойнайтын қазақ қыздарының бірі. Сондықтан да болар ылғида сұраныста. Отандық фильмдерді айтпағанда Голливудтың талай киносына да түсіп үлгерген. Мәселен, соңғы рет Қоз көрпеш Баян сұлу мен қазақ батырлары фильмдерінде каскадерлік қызмет атқарған. Біз бір атқа емес, біз бүкіл аттарға қараймыз. Только осы. Мысалы, просто мен осы атты мынада, сосын алдымызда тағы екі ат бар, соның екеуінде мен трюктер жасаймын. Менде в итоге 3 атым бар. Цирк ұдайы өзгеріп, жаңарып отыратын өнер десек те болады. Себебі әрдайым жаңа қойылымдар, идеялар, трюктар тоқтаусыз жүзеге асады. Сондай жаңа трюктің бірі келесі кейіпкеріміз Назерке өз құрбысымен бірге орындайды. Айтуынша, қазіргі таңда мұны әлемде әлі ешкім орындамаған. Segway деп аталатын жастар арасында танымал құрылғыға өзі ғана мініп қоймай, әріптесін асқан сақтықпен жоғары көтеріп жүру оңай шаруа емес. Талантты қыз көрермен алдына шығу мен үшін үлкен бақыт дейді. Бұл жерде адамның қолынан келмейтін нәрселерді істеуге болады. Және де көрерменнің алдына шыққан кезде, ол өте көрермен алдына шыққанда өзімді бақытты сезінемін. Байқағанымыз, циркте барлығы бір отбасыдай. Осы жерде жүріп бас қосқандар да аз емес. Өз жарымен манежде табысқандардың бірі Майя. Ең қызығы, олардың тәй-тәй басқан ұлы да цирктегі алғашқы қадамын бастапты. Қиындығы мен қызығы қатар жүретін бұл өнерді таңдаған ол, цирксіз өмірімді елестету қиын, ал сахнаға шыққанда көрермен қошеметінен артық қуаныш жоқ дейді. Іштей сезесің. Бұл менің жасаған іс-қимылымды, әрекетімді көрермендердің жүрегіне жетті ау деген. Олардан сондай керемет саған күш-қуат келеді. Ал кейде болады, өзі көрермендер бұлай кішкене көз тиеді деген сияқты жаңағыдай әртүрлі әңгімелер, жайлар айтылады ғой. Сол кездерде болады адам. Манежге шығамыз, жақсы жұмыс жасаймыз, потом манежден шыққаннан кейін уже басталады. Может ауырып қаласың, может жаңағыдай травма дейді. Халықтың ілтипатына бөлену үшін жылдап тер төгетін әртістер кез келген мақтауға лайық. Ал бүгінгі жаттығудың нәтижесін Астана тұрғындары мен қонақтары 9 наурыздан 1 сәуірге дейін тамашалай алады. Айта кету керек, бұл қазақ мемлекеттік циркінің соңғы 30 жылдағы алғашқы ұжымдық гастролі. Тарихқа үңілсек, цирк өнері әйгілі Колизейден басталады екен. Бастапқыда батырлардың айқасына негізделгенімен, өркениет дамуымен адамзатқа қуаныш пен күлкі сыйлауға бет алған. Қиындығына қарамастан өмірлік миссиясын адамзатқа қуаныш сыйлауға арнаған барша нәзік жандыларды бізде шын жүректен бүгінгі мерекемен құттықтаймыз. Нағашыбек Алдан, Дәурен Зарипов, басты жаңалықтар.